Арыстағы эвакуациялау жұмыстарына әскерлер, жергілікті әкімшілік мамандары және полиция қызметкерлері жұмылған. Сондай-ақ 31-де жедел жәрдем көлігі тұрғындарға медициналық көмек көрсетуде. Төтенше жағдайға байланысты Отырар мен Ордабасы аудандарында 100 орындық 2 госпиталь ашылды. Ал бұған дейін желде таралған Бөген су қоймасына төнет деген мәлімет жалған болып шықты. Айта кетсек, Арыс ауданы мен орталығында 40 мыңға жуық халық тұрады. Енді олар толықтай Қазығұрт, Шардара бағытына қарай көшуі тиіс. Жарылыс болған әскери бөлімге келсек, нысан аумағы толықтай қоршауға алынған, ал Арыстағы дүкендердің, асханалардың, жалпы қоғамдық орындардың қызметі тоқтатылды. Таңертең орнымыздан тұрсақ, уже бірден терезе есік бар, сықырлап кетті ғой. Сонымен сәл күттік, не болады екен деп. Қарасақ, уже кетті, одан кейін снарядтар деген чу-чу деп сықырып тұрып, ата бер. Кәдімгі бомба сияқты жарыла бер. Уже түтіннен шығамай қалдық. Аппақ түтіннің ішінде қалып кеттік. Сосын амал жоқ, көшеге шығып, мына бір КамАЗға жолықтық та, осымен келген жайымыз осы Бадамға. Военчаста өзім 20 жыл жұмыс істегем, жақында жұмыстан шыққамын, базарда орналасқам. Базарда сол жерде емір-емекеміз майда-шүйден енді шығарып жатқан уақытта түтін шықты. Содан бір такси тоқтатып алып, қайтып үйдегілерді алып келейін дедім. Енді олар ұйықтап жатыр ғой. Баратсақ, бізді Ахимбек көшеден бері қарай өткізбеді. Сөйтіп такси бізді түсірді, мен бала-шағамды әкелем, уже жақындап жатыр деп, біз жаяу стадионға дейін жеттік. Сол жерде осы Серік деген бала екен, мына бала. Бәрімізді салып алды, өзінің семьясына қараған жоқ. Сөйтіп мына Монтайдың жолыменен, 41-дің жолыменен келе жатырмыз балдар. Мына шофер балаға мен көп алғысымды айтам. Енді сабырлық берсін.